Астана күні қарсаңында Талдықорғандық 168 отбасы ерекше қуанышқа бөленді. Облыс әкімі Амандық Баталов қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша кезекте тұрған қала тұрғындарына салтанатты түрде пәтер кілттерін табыстап, жаңа қоныстарымен құттықтады. Талдықорған қаласының 6 шағын ауданында пайдалануға берілген мына коммуналдық тұрғын үй бүгін 170-ге жуық отбасының мерейін үстем қылды. Олардың қатарында мемлекеттік қызметкерлерден бастап аз қамтылған отбасы мен жетімдер және бірінші-екінші топтағы мүгедектер де бар. Бұдан өзге толық емес және көп балалы отбасылар да әкім қолынан баспана кілтін алды. Қазір осы үйден біздің бірталай неше жыл армандап күтіп жүрген сондай достарымыз пәтердің кілттерін алып, үйлерінде сондай қуаныш болады. Мен сол үшін бәріңізді осындай жақсылықпен, қуанышпен құттықтап, әрқашан елімізде осындай жақсылықтар, қуаныштар көп болсын дегім келеді. Талдықорғанның өзінде, менің білуімше, осы жылдың өзінде 1000 пәтер іске қосылады. 1000 пәтер, 1000 квартир Талдықорғанның өзінде. Тағынына облыс бойынша өткен жылы біз 1.280.000 шаршы метр тұрғын үйді іске қосқанбыз. Ондай тұрғын үй білмеймін қашан тапсырылған. Пәтер кілтін салтанатты түрде табыстап болған соң, облыс басшысы бастаған ел ағалары қуаныш пен шаттыққа толы жаңа шаңырақ иелеріне құтты болсын айтып, пәтерлерді аралап шықты. Міне осы кезекте тұрғанына бір 15 жылдай болды. Міне 15 жылдың ішінде міне осы квартираға ие болып жатырмыз. Қуаныштан шек жоқ болып тұр енді. Ризамын. Көп рахмет. Осы бала шағамызды ойлап, осы елбасшымыз бәрімізге көмек беріп жатқанына. Жалпы 2016 жылы облыс орталығында 5 тұрғын үй пайдалануға берілген болатын. Биылғы жылдың өзінде 8 үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Мамандардың мәліметінше, жыл соңына дейін қаладағы 1000 отбасын баспанамен қамту көзделіп отыр. Ербол Ильясов, Айбек Ақшолақов, Жетісу арнасы.